Сәлем қыздар, егер айрандарың ашып кетсе, еш қам жемеңдер. Ашыған айраннан осындай дәмді шарлотка пирогын пісіруге болады. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Сөйтіп болған 1 пиалай толтырып қантты қосамыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Миксерлеріңіз жоқ болса, венчикпен араластырсаңыздар болады. Бірақ миксермен араластырған дұрыс. Жақсылап араластырамыз, мынандай көбіктенгенше араластырамыз, көрдіңіздер ме? Жақсылап көбіктенуі керек. 2-3 минут тоқтатпай араластырамыз. Ашыған айранымызды дәу кружкаға құйып, оған жарты қасық сода салып жақсылап араластырамыз. Сода салу мақсатымыз ашыған айранның ашуын кетіреміз. Мінекейіңіз, оны жаңағы массаға құйып, оған 150 грамм сары майды ерітіп, сол массаға құямыз. Айран мен май қосылған массаны жақсылап араластырамыз. Миксердің 2-3 скоросына қойып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін 400 грамм ұнымызға разрыхитель қосып, араластырып, мынандай ситодан өткізіп, жаңағы массамызға құямыз. Ситодан өткізу себебіміз, ұнымыз үлпілдек болып шығып жатыр мінекей, және пирогымыз әдемі көтерілетін болады. Пирогымыздың қамыры шілей қою болмау керек, және шілей сұйық та болмау керек. Біркелкі массада болу керек, мінекейіңіз. Егер сұйық болса, ол мысалы ағып кетеді, пісіп жатқанда арасы резина құсап қалады. Ал қою болса, ол да нан құсап, мындай кәдімгі нан құсап қалады да, қамыр көп болып. Сондықтан біркелкі массада болу керек. Қазір мына видеодағыдай, мінекейіңіз қараңызшы. Біркелкі масса, шілей қою емес, шілей сұйық емес. Жақсылап араластырып болғаннан кейін массамызды майланған табамызға құямыз. Мінекейіңіз, массамызды құйдық. Сөйтіп пешті қыздырып аламыз. 180 градусқа қойып, пешімізді қыздырамыз 5-10 минут. Қызып тұрған пешке саласыздар. Бетіне үстіп алмамен украшение жасасаңыздар болады. Шарлотка ұқсатып, мінекейіңіз, алмаларды қатарынан қойып шықсаңыз, алмада еріп, бір дәмі әдемі дәм беріп тұрады пирогқа. Мінекейіңіз, осындай болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.